армысыздар, эфирде БКМ жаңалықтары. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар. Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы аясында Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенттерінен жасақталған арнайы топ «Менің елім» жобасы аясында Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне келді. Жобаның мақсаты университеттегі білім алушылар арасындағы еліміздің көрікті жерлері мен тарихи мұрасын дәріптей отырып, патриоттыққа тәрбие беру, білім алушыларды отансүйгіштікке, өлкетануға, тарихи мұраны дәріптеуге балу, студенттердің рухани адамгершілік қасиеттерін дамыту болып табылады. Елордалық студенттер Ақжайыққа келген сапарында рухани жаңғыру облыстық мұражайы мен тарихи өлкетану мұражайымен танысып, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде болды. Ақжайық өңіріндегі білімнің қара шаңырағы Махамбет университетіне елін, жерін сүйген ел жанды, отаншыл, ұлт жанды жастардың келіп, Ақжайық өңірінің терең тарихы мен өлке мұраларымен танысып, өңірдің белсенді жастарымен кездесіп, ой бөлісіп, тәжірибе алмасуы барлық жастарға үлгі боларлық бастама деп білеміз.